Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазір бізде қазақ тілі пәні 108-ші сабақ, 76, 77, 78-ші бетті ашайық. Жарайды, оқушылар, мына сұрақтарға жауап беріп есімізге түсірейік. Сөз таптарын ата. Зат есім дегеніміз не? Зат есім құрамына қарай нешеге бөлінеді? Зат есім жалпылай және жекелей аталуына қарай нешеге бөлінеді? Мәтін дегеніміз не? Мәтіннің қандай түрлері бар? Етістік дегеніміз не? Жақсы, олай болса, оқушылар, дәп кітабымызды ашайық, оқулығымызды. 15-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Ауызша орындаймыз. Мақта аса бағалы өсімдік. Одан талшық алынады. Мақта құнарлы, топырақты және ылғалды ұнатады. Ол суармалы жерде өсіріледі. Піскен кезде қауашағы ашылады. Одан үлпілдеген ақ мақта көрінеді. Жақсы, оқушылар, алдымен мына мәтінге қандай тақырып қояр едіңдер? Мақта, мақта өсімдігі, ақ мақта деп, үлпілдеген мақта деген, яғни көптеген тақырыптарды қоюға болады. Енді мәтін бойынша қандай сұрақтар қоясың? Қандай сұрақтар қоюға болады? Біріншісіне қарайық. Бірінші, яғни бөлігіне қарайық. Мақта аса бағалы өсімдік. Одан талшық алынады. Қандай сұрақ қояр едің? Мақта қандай өсімдік? Одан не алынады? Жарайды. Мақта құнарлы, топырақты және ылғалды ұнатады. Мақта қандай топырақты ұнатады? Солай ма? Ол суармалы жерде өсіріледі. Ол қайда өсіріледі? Піскен кезде қауашағы ашылады. Одан үлпілдеген ақ мақта көрінеді. Піскен кезде одан не көрінеді? Деген сұрақтар қоюға болады. Немесе қандай мақта көрінеді? Жақсы. Енді мәтін неше бөліктен тұрады? Бірінші бөлік, екінші бөлік. Біз оны қайдан білдік? Әрбір мәтінде егер азат жолдан басталса, ол оның бөліктері саналады. Яғни бірінші бөлік, екінші бөлік. Осы мәтіннің қай түріне жатады? Әңгімелеу ме, жоқ сипаттау ма? Сипаттау мәтініне жатады. Себебі оқушылар байқап отырсаңдар, мақта қандай өсімдік? Ол қандай жерде өседі? Одан қандай мақта көрінеді? Байқап отырсыңдар ма? Қандай деген сұраққа жауап берілсе, ол сипаттау мәтініне жатады. Жақсы, ары қарай бұны біз ауызша орындадық. Келесі тапсырма. Дәптерімізді ашайық. Бүгінгі күннің жадын жазайық. 10-10-шы сәуір, етістік немесе 16-шы жаттығу деп жазып кетсеңдер де болады. Жазайық. Жұмбақты көркем жазып, шешуін тап дейді. Жұмбағымызды көшіріп жазайық. Төбеден төнеді, тамшысын төгеді. Сол кезде ой қаулап, бәйшешек өнеді. Бұның жұмбақтың жауабы, яғни төбеден төнсе, тамшысын төксе, ол не болғаны? Жаңбыр. Дұрыс айтасыңдар. Қапталына жаңбыр деп жазып кетіңдер. Енді оқушылар, осы жұмбағымыздың ішінен етістіктерді табайық. Төбеден төнеді. Астын сызайық. Төбеден не істейді? Төнеді. Яғни сызамыз. Яғни неше сызықпен сызылады? Етістік. 2 сызықпен сызылады. 2 сызықпен төнеді. Үстіне сұрағын жазып кетсеңдер де болады. Не істейді деп.
Ал оны мен сіздерге тапсырам. Тамшысын төгеді. Қайтеді? Төгеді. Қайтеді. Бұны да екі сызықпен сызамыз. Бұл етістік. Келесі. Сол кезде ой қаулап. Не істеп? Қаулап. Сызамыз. Қаулап. Екі сызықпен. Және үстіне сұрағын қоясыңдар. Не істеп? Қайтып. Қаулап. Бәйшешек өнеді. Қайтеді? Өнеді. Өнеді. Жақсы. Үстіне өздерің сұрақтарын қойыңыздар. Олар қай сөзден байланысып тұрғанын көрсет дейді бізге. Мына етістік қай сөзбен байланысады? Төнеді. Қайдан төнеді? Төбеден. Біз байланысты қалай жасайтын едік, оқушылар? Яғни мынадан алып, мұнда апарамыз. Е? Ал апарып көріңдер. Төгеді. Несін төгеді? Тамшысын төгеді. Апарамыз байлансын. Не қаулап? Ой қаулап. Ой деген сөзбен апарамыз. Не өнеді? Бәйшешек өнеді. Бір-біріне бұлай апарамыз, оқушылар. Түсіндік қой, ә? Жақсы, байланысты түсіндіңдер. Сендер себебі оны оқып білесіңдер. Біз ол тапсырма тақырыпты өттік кезінде. Жақсы, түгел орындап болғасын келесі тапсырмаға. 17-ші жаттығу. Оқы дейді. Осы етістіктерге синоним сөздер тап. Оқиықшы алдымен. Сыйлау, кездесу, ұялу, үркіту. Осы етістіктерге синоним сөздер. Жалпы сөздердің 3 түрі бар, я? Синоним, антоним және амоним. Антоним сөздер қандай сөздер? Қарама-қарсы сөздер. Яғни күн, түн, жарық, қараңғы. Ал амоним сөздер қандай? Амоним сөздер дегеніміз дыбысталуы бір, бірақ мағынасы әр басқа. Алма, мысалы. Алма деген ол жеміс және алма. Яғни бұл етістікті білдіріп тұр. Немесе бұрыш. Бұрыш деп біз жаңағы көкөністің бірін айтамыз. Ащы бұрышты айтамыз. Бұрыш деп үйдің бұрышын айтамыз. Бұл амоним. Ал енді синоним сөздер дегеніміз не? Синоним сөздер дегеніміз дыбысталуы әр басқа, бірақ мағынасы бір. Мысалы, дыбысталуы әр басқа. Сыйлау. Біз сыйлауды қалай тағы айта аламыз? Мағынасы бір қылып. Кәне, сыйлау дегенді қасына, онда астына жазамыз. Сыйлау, мағынасы бір, құрметтеу. Солай ма? Құрметтеу. Сендерде жазып алсаңдар болады, оқушылар. Құрметтеу. Тағы да, егер сендердің сөздерің болса, жаза беруге болады. Сыйлаудың астына құрметтеу, тағы да қалай, қадірлеу деген сияқты, жаза берсеңдер болады. Келесі, кездесу. Бұл сөзге қандай сөз жазамыз? Оқушылар, кездесу. Кездесуге, мысалы, мен жолығу деп жазар едім. Жолығу. Яғни дыбысталуы әр басқа, бірақ мағынасы бір. Жолығу, ұшырасу немесе, келесі, ұялу деген сөзге. Ұялу. Қалай ойлайсыңдар? Зару. Зару, ұялу, зару, мысалы. Тағы да болса жаза беріңіздер астына. Жақсы, ары қарай кеттік тағы да. Үркіту. Қорқыту. Мына осындай сөздер кездеседі. Егер жоқ, мен тағы да астына жазамын десеңдер, өз еріктерің астына тағы да осыған ұқсас мағынасы бір сөздерді жаза беруге болады. Жазып алыңыздар. Келесі тапсырма 18. 18-ші жаттығу қараймыз. Сіздерде суретті көрініп тұр, жақсылап.
Сұрақтардың орнына қажетті сөзді қойып, көшіріп жаз дейді. Мына жерде сұрақтар: кім інісін киіндірді? Кім? Апасы. Апасы інісін киіндірді. Кім өзі киінді? Ағасы өзі киінді. Немесе Алмас өзі киінді. Жанар інісін киіндірді деп өздеріңіз осы сұрақтың орнына сөзді қоюға болады. Адам атын қоюға болады. Түсінікті ғой, жақсы, жазып шығасыңдар. Енді мынандай сұраққа жауап берейік. Киіндірді етістігі қай кезде қолданылады дейді. Жанар інісін киіндірді. Қай кезде қолданып тұр бұл етістік? Яғни біреу оған көмектескен жағдайда, інісіне, немесе анасына көмектескен жағдайда киіндірді, не істеді деген сөздер көне етістік қолданылады екен. Ал енді киінді етістігі егер адам өзі киінсе, өзі киінді, өзі оқыды, өзі сөйледі, өзі айтты деген, өзі жауап берді деген кезде, ол өзіне қатысты болған кезде осындай етістік қолданылады екен. Киінді, айтты, сөйледі деген, жақсы. Енді өзің кішкентайларға қандай қамқорлық жасайтының туралы айт дейді. Енді оны өздеріңіз үйде ата-аналарыңа айтып отырсаңдар болады. Жақсы, олай болса, үй жұмысы 78-ші беттегі 19-шы жаттығу. Бұл 19-шы жаттығуда оқушылар ауаның қасиет тақырыбында тәжірибе жүргіз дейді. 3 майшамды жағып, сендер жақпайсыңдар, тыңдаймыз тек. 3 майшамды жағып, үстел үстіне қойды дейді. Оның біреуін жарты литрлік банкімен, екіншісін 2 литрлік банкімен жапты, үшіншісін ашық қалдырды. Сен қалай ойлайсың? Алдымен қай майшам сөнеді? Оның себебі неде? Бұл тәжірибені біз жаратылыстану сабағында өттік. Білесіздер ғой, естеріңе түсіріңдер. Қай майшам тез сөнеді екен, соның жауабын берсеңіздер болады. Содан кейін барып, ауаның қасиет тақырыбында әңгімелеу мәтінін құрап жазыңыздар. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сіздерге сабақ ұнаса, керемет болса, хабарласып айтуларыңызға болады. Сау болыңыздар, оқушылар. Келесіде кездескенше.